Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тарих парақтарында көміліп бара жатқан тағдырды қайта тірілту. Қолия баба. Тарихты жаңғырту. Бұл туынды ғасырлар қойнауында көмескі тартып, бірақ ешқашан өшпеген бір ұлы рух жайында. Ол халқымен бірге азап шеккен, халқымен бірге арман еткен Қолия баба тағдыры. Заман қанша өзгерсе де, жүректерден орын тапқан есімдер бар. Біз ұмытсақ та, жер ұмытпайды. Біз үнсіз қалсақ та, уақыт үн қатады. Қолия баба ұмытылмас рухтың, халқымен бірге жасайтын мәңгілік мұраның айғағы. Он 16 ғасыр. Бұл ұлы дала төсінде тағдыр шешкен дәуір еді. Сол замандағы әрбір сарбаздың жүрегінде туған жерді қорғауған емес, өзімен бірге ұрпаққа жеткізер аманат та бар еді. Жердің кеңдігі, елдің байлығы. Бірақ сол кеңістікті қорғау үшін сансыз қан төгілді. Тұран даласынан мыңдаған сарбаздар жорыққа аттанып, Еуропаға дейін жеткені тарихтан белгілі. Бұл тек қана соғыс емес, рух пен өркениеттің қақтығысы болады. Әрбір аттылы туған елдің үмітін арқалаған жауынгер. Бұрынғы Сейхун, қазіргі Сырдария бойын мекендеген халықтар ерте замандарда әр рудан әскер жасақтап жорыққа аттанды. Сүткен шаһары маңында Боғыз атаның ұрпақтары өмір сүрді. Байдербістің 4 ұлы болды: Көшік, Көбек, Қолия және Тама. Әр рудан 100 әскер. Олар бірігіп мыңдық жасақ құрды. Міне, солардың арасынан батырлығымен дараланған Қолия мыңбасы қол бастап Еуропаға аттанды. Бұл Алтын Орданың соңғы жорықтарының бірі болуы мүмкін. Жорық жылдарға созылды. Қолия мыңбасы қолымен Балқан түбегіне жетті. Алтын Орда Ресейге 300 жыл билік жүргізген империя ғой. Енді шындықты айтатын кез келді. Алтын Орданың жаңағы Ерсайыннан бастап Еуропаға шабуыл жасаған кезде негізгі әскері біздің ата-бабаларымыз болды. Балқан тау, ол да біздің көрген тау деген сөз содан қалған. Негізгі әскері ата-бабаларымыз болды біздердің. Ал моңғолдар болатын болса, тарихи деректер 4-ақ мың нөкер ғана Шыңғысханға еріп Қазақстанға келген жайлы айтылады. Қалған әскердің бәрі біздің ата-бабамыз. Оны біз мойындаудан қорықтық, өйткені Еуропадан қорықтық, евроцентризмнен қорықтық, Ресей идеологиясынан. Байдербіс ұрпағы Қолия мыңбасы жас болса да қол бастаған айбынды сардар. Қолия мыңбасы жай ғана жауынгер емес, рухы асқақ тұлға еді. Әр шайқаста сарбаздарына дем беріп, үміт отын жақты. Әрбір қадамы елдің тағдырымен байланысты екенін түсінді. Сол заманда жаугершілікпен басып алған елдерінде өз әскерінің қатарынан билеушілерді сұлтан етіп қалдырып отырған. Міне сол салтпен мадиярлар елінің үлкен бір қаласының елді мекендерімен қосып, шамалы әскерімен Қолия бабамыз билік жүргізген. Бабамыз жергілікті елден жар алып, Кенегес пен Кененбай атты ұл сүйді. Кененбай мен Кенегес ешбіріңмен кем емес, Балқан таулық демесең. Қолия бабаның ұрпақтары туралы аңыздар Майлықожа сынды ақындардың жырларынан орын алды. Ол Кенегес пен Кененбай есімдерін тек атамай, олардың түп тамыры қайда жатқанын, қайдан келгенін де меңзейді. Балқан таулары.
Дунай өзені, Венгрия даласы. Бұл жерлерде де біздің бабаларымыздың ісі қалған. Жауынгер сардар Қолия мыңбасының тағдыры тек қана бір әулеттің емес, тұтас халықтың тарихына айналды. Уақыт өте келе Қолия бабамыздың ұлдары ер жетіп, сол заманның талабына сай соғыс өнерін жетік меңгереді. Кенегес пен Кененбай 23-25 жасқа келгенде Қолия бабамызға Алла сездіргендей бәйбішесіне өсиет айтады. Егер мен бұл дүниеден өтсем, балаларымды жасырын түрде еліме жеткіз. Бұл жерде оларға қастандық жасалуы мүмкін. Менің елім Тұран даласы. Сейхун дария, Сырдария өзені бар. Сол өзеннің бойында Түркістан шаһары. Одан жоғар ағысында Сүткент бар. Сол менің жұртым. Балаларым елін табуы тиіс. Бұл Қолия бабамыздың соңғы аманаты еді. Тарихи деректерде Сүткент қаласы жібек жолындағы ірі шаһарлардың бірі болған айтылады. Ескі жазбаларда Сүткенттің базарында үйілген мейіздің көлемі 2 киіз үйдей болғаны дәріптеледі. Бұл өлке Қызылдың құмына іргелес жатқан ата бабаларымыздың ата қонысы еді. Сол Сүткент маңында Байдербістің басқа ұрпақтары Көшік, Көбек, Тама тұрып жатқан. Қолия баба дүниеден өткен соң, оның ұлдары Кенегес пен Кененбайды аналары құпия түрде елге аттандырады. Батырлық пен төзімге шыңдалған қос ұл айлап жүріп сыр бойына жетеді. Жолда қазақ пен қалмақ арасындағы шайқасқа тап болып, қандастарын танып, қазақ жағына шығып, ерлік көрсетеді. Жеңістен кейін олардың даңқы ел ішіне тарайды. Кенегес пен бірнеше шайқаста жаудың бетін қайтарып, қалмақтарды түре қылды. Қазақтар жеңіске жетіп, қалмақтарға бұл жерге қайта оралуға мүмкіндік бермеді. Қалмақтарға қарсы соғыста негізінен Қоңырат атадан тараған жауынгерлер болғандықтан, Кенегес пен Кененбайды әр ру өз жағына тартқысы келеді. Екі батырдың Балқантаудан келгенін естіген батыр Көшік бабамыз билерге жүгініп, егер шынымен біздің бауырларымыз болса, Түркістандағы қасиетті Тайқазанның құлағын тістесін деген шарт қойылады. Көшік батыр ойланбастан барып, Тайқазанның құлағын тістеп, батырларды бауырына басады. Көшік пен Көбек бабаларымыз қос батырды елге қосып, Байдербіс, Жолдербіс, Жандербіс ақсақалдары ақылдаса отырып, Кенегесті Көшік атасының, Кененбайды Жандардың қара атасының қарамағына береді. Осылайша қос батыр ел қатарына сіңіп, ұрпақ жайып өсіп өнеді. Мен вообще сендердің тарихтарын сәтсен білмейді екенмін, өзім ұялып қалдым кейін. Әркімнен сұрап былай білгеннен кейін, мен барғандағы мақсатым қара баласынан шығам деп жатыр дегеннен кейін, мен бір әбес тірлік ол бір абайламай бір өкпелетіп қойдым осы жігіттерді. Деп, соны білейін деп барғам шау. Әгер ондай болса, көккөліккенді алдына келтіріп кешін сұратам ғой деген оймен келдік. Сөйтсем, мәселе басқа екен. Мәселе тарихта орнына қою екен. Өте жақсы. Сол дәуірде ел ішінде кішігірім шайқастар болғанымен, жалпы тыныш, мамыражай өмір жалғасады. Көшік бабамыздың жайлауы Қызылқұмдағы Сарыбел аумағында болса, қысқы қыстауы Сүткент шаһарының маңында еді. Кенегес бабамыздан Қожагелді аталған су айдынын иеленген ұрпақтар тарайды. Ал қара баласы атамыздың ұрпақтары сырдың төменгі ағысында, Қараңтау жотасы маңында қоныстанып, бейіттерін сонда қалдырған. Ол жерлер Бұхара, Самархан, Қаратау, Сүткент, Чардара, Түркістан, Қаратау, Тарас, арғарай Қытайға асып кететін жібек жолының күре тамыры саналған.
Ата-бабаларымыз рулық аталықты қатты ұстанып, Кенегес пен Кененбайдың тегін еш ұмытпай атадан балаға жеткізіп отырған. Алайда 1927 жылы Кеңес өкіметінің байларды тәркелеу саясаты халыққа зобалаң әкеліп, ел ата қонысын тастап, жан сақтау үшін үдере көшкен. 27 жылы кеткен, 27-тен 60 жылға жылы, 35 жылдық келіп, баталық дөді қояды. Бірақ уақыт өте, кеңестік дәуірде ата текке сұраныс әлсірей бастады. Дегенмен, қанға біткен тектілік жойылмады. Көпшілікке танымал аталардың атын атап, көшіктің кенегесіміз, не жандардың қарбаласынан біз деп сұрасқандарға қысқаша түсінікті жауаптар беріп келді. 1985 жылы Кеңес үкіметінің соңғы демі қалған кездерде елімізге ата дініміз, асыл дініміз, имандылық ислам діні анық орала бастады. Наурыз мерекеміз сол сияқты ата салттарымыз жаңғырды. Сол жылдары абыз ақсақалдарымыз шежірені түгендеуге кірісті. 1985 жылы Сүткент елді мекенінде тұратын аңыз ақсақалымыз қазақ жеріндегі соңғы болыстың перзенті Смайыл болыстың ұлы, Алла рахмын алсын, Смадияр ағамыз Қызылғұм совхозының директоры Рахметтік Батырбай Сейдоновқа дауыстап, ағайындар, біз енді ата-бабамызды түгендеп шежіре дайындаймыз. Кейіннен ата-бабамызға арнап сағана саламыз дегенде, сол жерде жұрт тегіс құптап, ары қарай жалғасын тауып кетті. Көшік атаның шежіресі жиналып, 2000 жылы Қазақпарат баспанасынан жарық көрді. Кейін 2003 жылы Жетісайда Кенегес атаның алғашқы құрылтайы өтіп, 200-ге жуық шаңырақ бас қосып, ата-баба мұрасын жаңғыртты. Кенегес атаның, оның бауыры Кененбай атаның екеуінің сүйетін салып, орталарыңызға, көзалдарыңызда елестесін. Көңілдеріңізге қалсын деп, специально бұларда қызметтеріңіз бердім. Осы облыстарда бұлар Кененбай атамыздың бейнесін, біздің қалай көшпен Кенегес болып аталып шежіремізді орталарыңызға алып келіп, білдірген ағайындар. Осыған екі азамат, өздеріңіздің ұлдарыңыз, Өзбекстанда Естай Жәкеннің баласы Абсаттан деген бауырларыңыз. Одан кейін менің ұлым Исламқұл деген азамат, осы екеуінің еңбек ағайындар осы. Осыны дауыстыңыздар. Бұл деген сіздерге көз алдарыңызға көрсетіп қою, ақылы еңбекпен болған ағайындар. Бұларды көзілерін тауысып, соның ойына қанша ақылды өтіністер, осыны сіздерді алдарыңызға алып берді. Солардың еңбегінен алда сіздерге түсін көреді ағайындар. Араға жылдар салып, Кененбай атаның ұрпақтары да табылып, бауырлас бірлік қайта жаңғырды. Куә, осы жігіттер кеше барған бауырласты. Дұрыспан Нұржан, бауырластық қой, міне бауырым дедік, сен құшақтап, міне ертең тойда да, жақсылықта да, жаман бір. Болыстың түпкі шешімін қасиетті Құран сөздерімен іздеп, шындыққа жүгіндік. Құранда асыранды бала
бел бала болмайды. Оларды әкелерінің атымен атаңдар. Бұл Алланың алдындағы әділет делінген. Осы аятқа сүйеніп, Кенегес пен Кененбай ұрпақтары Құлия бабамыздың тікелей ұрпағы екені нақтыланды. 2025 жылдың 17 мамырында ел ағалары бас қосып, Құлия бабамызды Байлар Жандар атасының 12 атасының бірі деп бекітті. Ертеңінде 18 мамырда Абат ата сағанасында бүкіл елдің батасымен Кенегес пен Кененбай Құлия бабаның тікелей ұрпағы ретінде мойындалып, ата баба рухы жаңғырды. Бұл ұрпақтың аталықты ұмытпай, ақиқатқа адалдығының белгісі. Әруаққа құрмет, елге өнеге болып қала бермек. Аш кезде, қиын кезде келіп, көшікке ағайын болып көшіктің ішіне кіріп едіңдер. Қара баласының ішіне кіріп едіңдер. Енді тойғаннан кейін кетейін дедіңдер ме деген сияқты теріс дұрыс емес әңгіме айтылып қап бір жерлерде. Ол бұлар ертеректе қозғалады. Біз ойлаймыз ол онда бір қимастықпен, қателікпен айтылған әңгімелер шығар. Бірақ біздің Құлия бабамыздың ұрпақтары бізден бөлініп кетіп жатқан жоқ. Бізбен бірге Алла бізді бауыр туыстық жаратқан, солай арғырап жылжып кете беремейді. Сондықтан ду қол шабақ қылсаңыздар болады, тұрсақ. Сондықтан кеше осы Кененбай мен Кенегестен тараған екі ұрпақтың балдары кеше маған өтініш жасап, аға, сізден өтініш, біз білеміз, ас беруге кезек очередь болып сізге әркім қайта айтып жатқан. Егер сіз рұқсат берсеңіз, көпшілікке жарияласаңыз, осы алдағы бірінші бізді кезексіз 200 жылдан бері бауыр тартып, жанына қысып бірге алып жүрген көрші ағайындар ата бабаларымызға, қара баласындағы ата бабаларымыздың әруақтарына барлығына ризашылығымызды білдіріп, келесі асты біз Құлия ұрпақтары өзіміздің бабаларымыздың барлығының әруағына арнап біз берсек деген үлкен ілтипат өтініш білдірді. Мен оны қолдап қабылдадым, сондықтан жариялаймын. Келесі күздегі асты Құлия балдарына береміз деді. Дұрыс па? Қол шапалақ соғыңдар, болады дұрыс деп. Бисмилля, Аллаху Акбар. Я Алла, жаратушыйым, бір өзіңнің разылығың үшін, Құлия бабадан тараған Кенегес пен Кененбай ата ұрпақтары қатым құрам бағыштап, ағайын туыс бауырларға ас беру үшін осы боз биені шалуды ниет еттік. Алла ниетімізді қабыл, мұратымызды асыл етсін. Әумин. Аллаху